Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде коммерческий приложение жасайтын приложениені бір түсіндіріп өтсек. Ең бірінші бізде төбесінде подписка күні болады. Сіз алған кезде қанша күнге аласыз, соған байланысты осы дата шығады. Сізге арнайы логин пароль беріледі, кіресіз. Сіздің логин пароліңіз бойынша мына жердегі бүкіл ақпарат сіздің данныйларыңыз болады. Және бізде қандай өзгерістер бар? Енді мысал ретінде 5600 метр, биіктігі 2950 болсын, LDSP-сі стандарт болсын, және бұл фасадтары краска және стекло деп, егер екі вариантты таңдасақ, автомат түрде бізден стеклоның квадратын жазатын шығады. Бізде бұл белгілі бір где-то 2 квадрат қана стекло болсын, міне 2 квадрат деп жазамыз. Ары қарай форматы, фурнитурасы қайсысын таңдаймыз. Мысалға Хейфелд таңдасақ болады. Ящиктерді таңдап, тоже ящиктерді мысалға Bloom қойсақ болады. Бұл жерде бізде 4 ящик болсын. Және бұл жерде подсветка бар ма, соны таңдаймыз. Одан кейін столешница бізде искусственный камень ба, соны таңдаймыз. Бұл жерде бізде 5 метр емес, 4 метрі 4-5 болсын. Және фартукта искусственный камень болсын. Енді бізде наполнение деген функция ашылды, егер бұрын болмаған. Оны біз мынандай наполнение страницасынан біз қосымша өзіміз енгізе аламыз. Мысал ретінде бізге сушка болсын. Сушка бізде нижний болсын, оның бағасы мысалға 80. Давайте 42500 теңге тұрсын деге. Және оны сақтаймыз. Енді біз қосымша наполнениені мына жерге қоссақ, осы жерден автомат түрде шығатын болады. Міне наполнение, міне сушка деп таңдаймыз. Уже біз кез келген мына жерден таңдасақ, яғни фурнитура, фасадтың түрлерін белгілесек, ол автомат түрде шыға беретін болады. Так, бізде фасад кетіп қапты. Так, краска и стекло, 2 квадрат. Енді барлығы таңдалды. Бұл бізде кухня болсын, кухня. Бұның тарифі бізде бизнес болсын. Бұны біз енді коммерческий приложениеге қосайық. Так, мына жерде искусственный камень таңдалмай қапты. Коммерческийге қостық. Енді дәл осының бір арзан түрін тағы жасайық. 2 болсын, 2 түрлі коммерческий приложение болсын. Дәл осыны қостық. Енді дәл осының фасады бізде фасады эггер. Давайте, эггер және стекло болсын. Стекло дәл жағында 2 квадрат болсын. Бізде налар тартпалар Хейфел болсын. Давайте даже баяртық қойсақ болады. 4 ящик болсын. Налардың барлығы тоже баярт болсын. Подсветка керек емес. Обычный бізде DSP столешница болсын. Фартугі тоже керек емес. Және осы жерде наполнение. Наполнение бізде сушка деген уже қарапайым сушка болады. Ол уже фурнитураның ішіне кіргізіп жібереміз. Енді бұл бізде комфорт класс болсын. КП-ға қосамыз. Мына жерден бір қарап шығамыз, не заттар кірді. Мысал ретінде, енді бұрынғыдан тағы бір екінші обновление бізде мына коммерческий приложениеге біз фотография қоссақ болады. Мысал ретінде бізде мынандай бір фотография бар деп есептейік. Мен скриншот жасадым. Загрузка жасайық. Загрузканың ішінден кез келген фотоны жүктесек болады. Мысал ретінде бізде мына кухня бар, осыны жазсақ, осы жерге бірден осының фотосы шығады. Қаласақ дәл осылай екінші кухняны жүктеп өзімізге керектісін таңдай аламыз. Мысалы мен мынаны таңдай салайын. Міне, осындай фотографиялар шығады бір жақсы жері. Және сіз оны клиентке жіберген кезде бірден осылай суретімен баратын болады. Мен әзірге удалить етіп тастайын. Тағы бір екінші ерекшелік. Біз мынада бір затты ұмытып кетсек, бұрын қайтадан жасайтынбыз. Қазір енді тек мынаны бассақ болды. Басамыз, дәл сол настройка қайтадан осы жаққа жүктеледі. Бізге просто подсветка қоюды ұмытып кеттік делік. И өзгерісті қайтадан сақтаймыз. Болды. Бізде мына өзі бағасы барлығы өзгеріп қайтадан шығады. Енді бұрынғыдан тағы екінші обновлениенің бірі, бізде параметрлер страницасында біз LDSP-ларды өзіміз қоса аламыз. Мысал ретінде бұл Ламарти болсын, Ламарти LDSP-сі болсын, ол бізде 14500 теңге тұрсын, Давайте сақтап қояйық. Одан кейін бізде фасадтың тағы бір түрі қосылсын делік. Ол мысалы ретінде
Так, мысалы ретінде айна, айнадан болсын. Оның бағасы грубо 68 теңге квадратына. Мұның барлығы квадратпен есептелінеді міне. Бұдан кейін фурнитура тоже самое. Мына жерден біз енсем, болмаса бір басқа бір фирма шықса, соны жазсай аламыз. Мысалы ретінде енсем дейік фурнитурасы. Сізде ол фурнитураның бағасы қанша теңге тұрады? 250 теңге тұрады. Бұдан кейін тоже самое ящик. Жерге енсем деп жазсақ болады. Енсем. Бұның артықшылығы ертең 2500 теңге. Коммерческий приложениенің ішінде барлығы жазылып тұратын болады. Так, қосымша нәрсе, мысалы подсветка. Сізде мүмкін тағы бір нәрсе болуы мүмкін, қосымша бір ерекшелігі болуы мүмкін. Оны тағы ойластырып көресіз. Одан кейін столешницаның түрі, мысалы сізде кварц болуы мүмкін. Оның бағасын тоже жазасыз. Қаншаға мысалы 150 мың деп мен жаза берейін, примерно. Одан кейін ішкі шығындар. Егер сізде осы ішкі шығындарға дополнительный тағы да расходтар шығатын болса, тоже жазсаңыз болады. Мысалы ретінде бұл енді погонометрмен есептелінеді. Мысалы ретінде сізде не болуы мүмкін? Так, грубо закуп. Такси болмаса, мысалға закупщик дейік. Закупщик болмаса снабженец дейік. Примерно қанша теңге бересіз, тоже соған жазасыз. Мысалы ретінде 3000 теңге. Бұл метрмен есептелініп тұр. Сіз оны тоже өзіңіз есептеп шығаруыңыз керек. Так, енді осыны аламыздағыны біз мынаны сақтасақ болады. Барлығы жаңарды біз мына жақтан көре аламыз. Енді жаңағы қосылған заттар бізде мына жақта бар. Тағы бір жаңағы айтқан нәрсеміз. Мына жерден бізде даже эгер болсын фасады. Одан кейін Bloom кетті. Bloom емес бізде енсем болсын, жаңа өзіміз дауа еткен енсем, міне автомат түрде осы жерден шыға береді. Подсветка керек емес, мысалы кварцты таңдай аламыз. Міне көрдіңіз ба, кварц осы жерден автомат түрде шығып тұр. Наполнениені тоже өзгертсек болады. Панторг мысалы керек емес болса алып тастаймыз. Мысалы столешницаны керек емес болса алып тастаймыз. Міне көрдіңіз ғой. Дәл осы жерден біз мысалы бизнес класс таңдаймыз, кухня 2 десек болады. КП-ға қосамыз. Міне сізде сонда коммерческий приложениенің ішінде бірден осы 2 тарифті бірден қосып, жерге общий суммасын шығарып береді. Біз мына кухня 2-ні біз қайтадан өзгертейік. Бұл жерде бұл кухня 2 емес, бұл бізде 3 метрлік просто шкаф болсын. Ящиктің саны 5 болсын. Столешница керек емес дейік. Бұл бізде шкаф. Өзгерісті қайта сақтау. Мына көрдіңіз ба, осы жерде бізге шығады. Мына жерде фасад қандай, фурнитурасы қандай, ящигі қандай фирма. Барлығы жазылып тұрады бір жақ жері. Сіз автомат түрде осыған фото қоясыз, болмаса удалитсеңіз болады, және бұны жүктесеңіз болады. Бұны сіз жүктейсіз. Жүктеген файлды ашсақ, дәл осында бізде коммерческий страница болып ашылады. Егер тағы бір нәрсе көрсек, сіз бұны клиентке жіберіңіз. Клиент ұнатпауы мүмкін. Мысалы, маған мына зат керек емес, мына затты алып таста, шкаф керек емес деуі мүмкін, Мына жерден грубо мысал ретінде. Мысалға айтады ол сізге, так маған мына кухня емес, тек шкафты ғана санап бер деуі мүмкін. Енді сізде мына страницаны сіз постоянно арада бір апта өтсе, сізде мына тариф жоғалып кетеді. Сондықтан біз мынандай функция енгіздік. Мынаның ішінде полный тазалап болған кезде бұрынғы коммерческий приложение импорттау деген бар. Басамыз. Ішінде жаңағы скачать еткен файлды таңдаймыз. Міне сізде жаңағы файл қайтадан скачать етілді. Біз кухняны алып тастаймыз. Комфорт класты алып тастаймыз. Осы мынаны обновить дегенді басамыздан қайтадан өзгеріс сақтау. Себебі сізде мына прайстың бағалары өзгеріп кетуі мүмкін. Соған байланысты бірде мына жерде баға шықпайды. Сондықтан просто обновить, өзгерісті сақтау. Все, болды, сізге бағасын шығарып береді. Міне көрдіңіз ғой. Енді осыны қайтадан жүктеп, клиентке қайтадан жіберсеңіз болады. Міне, дәл осылай отдельный коммерческий приложение шығады. Артықшылығы бұрынғыдан сіз ескі коммерческий приложениені обновление жасай аласыз. Мына жерде квадраттарын жеке жаза аласыз. Міне айна десек, мына айнаны жаза аламыз. Және мына жақтан біз керек емес LDS-ларды, міне ламарти, жерде міне ламарти деп шықты. Осыларды қайтадан өшіріп
қосуға мүмкіндігіңіз бар. Мысалға айнаны өшіріп тастайық. Мына жақта енсе мысалға керек емес, болмаса Қытайды алып тастайық. Қытайды алып тастайық. Енсем қалсын, мына жерден де Қытайды алып тастайық. Подсветка қалсын, қаласаңыз бағасын бәрін өзгерте аласыз деген сияқты нәрселер. Так, бізге әзірге мына жерлерді кішкене өзгерте алмайсыз. Бұларды біз мүмкіндік жасаймыз бұлардың өзін өзгертуге.